инженерлердің машиналары. Ескерту: техникалардың аудармасын Nake Animations арнасы өз нұсқасы ретінде ұсынады. Nake Animations ұсынады. Ассалаумағалейкум, болашақ инженерлер. Бұл жолы ең қызықты машиналарды көрсетеміз. Шағын, өте кішкентай, бірақ өте күшті. Аса үлкен. Және таңғаларлық ерекше техникаларға дейін көрсететін боламыз. Ал кеттік. Мультижүктегіш немесе мультитеррейн лодер. Бейнебаянымыздағы ең кішкентай машинамыз сырт көрініске кішкентай болып көрінгенімен, олар өте күшті, өзінен 2 есе үлкен заттарды көтере береді. Құтты құмырсқа сияқты. Әрі олар өте жылдам. Көлемі кішкентай болғандықтан көптеген жерлерде қолданысқа ыңғайлы. Басқа үлкен техникалар кіре алмайтын жерлерге кіріп кете береді. Мысалы, мына бейнебаянымызда мультижүктегіш судағы кеменің ішіне кіріп, құм артуға көмектесуде. Ал қала ішінде мультижүктегіштің жай дөңгелекті түрлері көп қолданылады. Мына жағдайда біздің палуанымыз қар күреуде. Таптағыш немесе роллер. Қопсыған топырақты таптап тығыздау үшін осы техника қолданылады. Бұл техниканың алдыңғы арнайы темір дөңгелегі жүрген кезде арнайы діріл тудырады. Таптағыштың тағы бір түрі асфальт төсегенде қолданылады. Олардың 2 дөңгелегі де темірден болып келеді. Ұзын қол немесе телехендлер. Бұл машинаның өзі кішігірім болғанымен мүмкіндігі өте жоғары. Оның телескопты ұзаратын қолы 3 қабатты үйдің төбесіне дейін жете алады. Яғни, қандай да бір затты көтеріп, 3 қабатты үйдің төбесіне шығарып тастай алады. Ал мына бейнеде ойыншық ұзын қолдың жұмысы көрсетілген.
Экс жүктегіш немесе backhoe. Бұл өте әмбебап техника. Бұны кейде 3-1 деп те атайды. Яғни 3 түрлі техниканың жұмысын істей алады. Олар экскаватор, жүктегіш және бульдозер. Мына бейнелерімізде оның 3 түрлі жұмысы көрсетілген. Буынды төкпе көлік немесе articulated truck. Бұл төкпе көліктің басқалардан айырмашылығы оның негізгі мүшелері буынмен жалғасқан. Сол арқылы бұл көлік қиын жолдармен жүре алады. Әртүрлі ойлы қырлы, шұғыл бұрылысты жолдармен оңай жүреді. Шанышқылы жүктегіш немесе forklift. Бұл да ең кішкентай техникалардың қатарына кіреді. Көбінесе қоймаларда тауарларды қойып түсіру арту жұмыстарын атқарады. Аты айтып тұрғандай, алдыңғы екеулік шанышқысымен әртүрлі тауарларды тасый алады. Ал мына бейнемізде шанышқылы жүктегіштің едәуір үлкен әрі күшті түрі келтірілген. Және ол өзінен де үлкен болып келетін қайықты көтеруде. Бульдозер. Бұл ең қауқарлы техникалардың бірі. Таудай топырақ үйінділерін сүріп кете береді. Егер қазақша атағанда, оны сүргіш деп те атауға болар еді. Келесі бір бейнеде оның қуатының сондай, топырақпен бірге ағаш тамырларын да сүріп бара жатқанын көреміз. Экскаватор. Қазба жұмыстарын жүргізетін негізгі техника. Бұны қазақша қазғыш деп те атауға болар еді. Өйткені бұның негізгі жұмысы қазу. Топырақ, көмір, әртүрлі тау жыныстарын қазуға қолданылады.
және әрине қор қазып қана қоймай, қазған жыныстарын бірден артып береді. Немесе лоадар. Қазылған немесе қопарылған жынысты төкпе көліктерге артып беруге арналған машина. Бұл машиналар да едәуір үлкен күшке ие. Таудай үйілген жыныстарды немесе топырақтарды азғантай уақыттың ішінде төкпе көліктерге артып жүктеп жіберуге қауқарлы. Келесі көріністе ойыншық жүктегіштердің жұмысы көрсетілген. Зат салғыш, материал handler. Тізімдегі өте бір ерекше техникалардың қатарына осы зат салғыш кіреді. Оның құралы тура бір саусақтары бар қол сияқты. Басқа шөмішті техникаларға ыңғайсыз болып келетін темір терсек, қоқыс сияқты заттарды алып салуға өте қолайлы машина. Төкпе көлік немесе трак ең алып машиналардың бірі. Олардың алыптығы сондай, әлемдегі ең үлкен төкпе 450 тоннаға дейін жүк көтере алады. Олардың дөңгелектері бір үйдің биіктігіндей, ал оның жүргізушісі оған міну үшін теппешекпен көтеріледі. Теппешекпен бір үйдің үстіне көтерілгендей болады.
араластырғыш немесе миксер өте пайдалы техникалардың бірі. Әсіресе құрылыс кезінде көп мөлшерде бетон дайындау үшін осы араластырғыштардың көмегі өте зор. Олардың түрлері көп. Бейнеміздегі солардың әмбебап түрінің бірі. Бұл өзіне шикізатты өзі артып, өзі төгуге мүмкіндігі бар техника. Ал келесі көріністердегілер көп тараған қарапайым араластырғыштар. Грейдер. Грейдер сөзін ағылшын тілінен сөзбе-сөз аударғанда мағынасы деңгейлегіш дегенді берер еді. Аты айтып тұрғандай, бұл жерді бір деңгейге келтіріп беретін машина. Кран. Кран жердегі затты көтеріп, өте жоғары биіктіктегі құрылыс орындарына жеткізіп беретін техника. Құрылыста оның жай қарапайым түрлерінен бастап, өте үлкен алып түрлері қолданылады. Мына бейнеде өте алып кранның жұмысы көрсетілген.
скрейпер. Өте ерекше техникалардың бірі. Әсіресе жол салғанда жердегі артық топырақ қабатын сүріп алып кететін машина. Кей жағдайда олар тізбектеліп, бір-біріне күш беріп жұмыс істейді. Және бұлардың тағы бір артықшылығы, олар сүріп алған топырағын жердің қажетті бір бөлігіне жайып төсеп кете алады. Құбыр қойғыш немесе pipe layer. Адам баласына мыңдаған шақырымдарға құбыр қойып беретін машиналар осылар. Сондай құбырлар арқылы адамдар су, газ, мұнай тасымалдай алады. Бұлар керемет машиналар. Бұлардың жұмыстары да керемет. Тау қопарғыш немесе майнинг шоуы. Тау қопарғыш атына заты сай техника. Бұл тау-кен жұмыстарын қопара қазып, төкпе көліктерге жүктейді. Бұлар өте алып, үлкен күшке ие. Мега тау қопарғышы. Бейнебаянымыздың соңғы кейіпкері мега тау қопарғышы. Оның үлкендігі сондай, оны жүретін зауыт деуге болады. Оның қалай жұмыс істейтінін осы көріністерге қарап тамашалауға болады.
Осындай бейне баяндарды көбірек шығаруымыз үшін төмендегі подписаться пернесін басыңыз. Және осы бейнемізді көбірек балалар көрсін десеңіз, ұнайды пернесін басыңыз. Құрметті Наке Animations арнасының көрермендері, арнамызға қолдау көрсетіп, подписаться және лайк пернелерін басыңыздар. Сонда біз алдағы уақыттарда да күшейіп, неғұрлым көбірек қызықты бейне баяндарды ұсынатын боламыз.